Озон қабаты. Парниктік эффект. Озон қабатының жер бетіндегі концентрациясы жалпы алғанда 16%. Озон атмосфераның жоғарғы қабатында атомды оттектен күн сәулесінің әсерінен химиялық реакция нәтижесінде пайда болады. Озон қабаты стратосферада орналасқан. Озон жер бөлетін инфрақызыл сәулелердің 20%-ын жұтып алады. Озон активті газ, адамға зиян тигізуі мүмкін. Оның төменгі атмосфера қабатындағы концентрациясы шамалы болғандықтан, ол адамға зиян тигізбейді. Үлкен қалаларда машиналардың әсерінен озон көп мөлшерде пайда болады. Атмосфераның озон мәселесінің адам қызметіне қатысты өзара байланысты екі аспектісі бар. Бір, жоғарғы қабаттағы бұзылу. Екі, жер маңы кеңістігіндегі концентрациясының артуы. Реакция жүруінің шарты ультракүлгін сәулелерінің болуы және олардың инфрақызыл жылулық сәулелерге айналуы болып табылады. О3 толқын ұзындығы 200-320 болатын сәулелерді сіңіреді. Олардың бір бөлігі ұзын толқындармен қатар жер бетіне дейін жетеді. Атмосфераның төменгі қабаттарында О3 күшті антитоксикант және бактерицид болып табылады. Ол жағымсыз иістерді, кейбір канцерогенді заттарды бұзуға қабілетті. Парниктік эффект. Бұл құбылыстың негізгі себебі фотохимиялық смогтар. Парниктік газдардың әсерінен жылулық баланстық өзгеруі нәтижесінде мүмкін болатын жер шары температурасының ғаламдық артуын парниктік эффект деп атайды. Парниктік газдар жылу сәулелерінің космос кеңістігіне кетуіне қарсы әсер етеді. Олар қақпанға түскендей болып жиналады да ауаның температурасының арттыруына келіп соқтырады. Көмірқышқыл газының атмосфераға түсуінің негізгі техногенді көзі органикалық отынды жандыру болып табылады. Осыған байланысты парниктік эффект мәселесін шешу көбінесе табиғи, экожүйелік деңгейінде қойылып отыр. Көптеген ғалымдар ауа райы мәселесін қарастыруда тек жылыну жағынан ғана емес, оған қарама-қарсы құбылыстарды ескеру қажеттігін атап көрсетеді. Атап айтқанда, шаңдалу жер бетіне күн радиациясының келіп түсуіне кедергі келтіреді де, жылудың жетіспеуіне әкеліп соқтырады. Ауаның ылғалдығы мен бұлттанудың артуы да ұқсас әсер етеді. Назар аударатын фактор жер бетінің шағылыстыру қабілетінің өзгеруі. Оның артуы температураның төмендеуіне әкеледі. Бақылау сұрақтары: 1. Озон қабаты түсінігі. 2. Парниктік эффект деген ұғымды түсіндір. 3. Парниктік эффект мәселесін шешу жолдары.